Қазақстан сан ғасырлық тарихы бар. Қазақстан бұл азат ел, танысыңдар. Көк байрағы, ел таңба ән ұраны, қазақ елі егеменді, сан ұлты бар. Армысыздар, құрметті ұстаздар, және тәуелсіз еліміздің ұлағатты ұрпақтары. Тәуелсіздік күніне арналған мерекелік бағдарламамыз «Тәуелсіздік туы желбіре» тақырыбында өтеді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздік еліміздің басты құндылығы деп атап көрсеткен егемендігіміздің туы желбіреп, тәуелсіз ел атанғанымызға міне бүгін 29 жыл өтті. Осынау 29 жыл ішінде қаншама белестерді бағындырып, қаншама жетістікке қол жеткіздік. Тәуелсіздік біздің баға жетпес байлығымыз. Тәуелсіздік күніне арналған құттықтау сөзді оқу орнымыздың басшысы Ләззат Алғибайқызына берілді. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мерекесі құтты болсын. Бұл күн ата-бабамыз аңсаған, армандарға жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған ұлы күн. Әрбір халық үшін, әрбір ұлт үшін тәуелсіздіктен артық та қымбатты ештеңе жоқ. Осындай керемет тәуелсіз елімізде аянбай еңбек етіп, еліміздің гүлден көркеюіне сүбелі үлес қосып, болашақ жастарымыздың мықты маман болып қалыптасуына саналы тәрбие, сапалы білім беріп жүрген барша ұстаздар қауымына алғысым шексіз. Құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді мына ұлттық мерекемізбен шын жүректен құттықтай отырып, әрбіріңізге мықты денсаулық, отбасыларыңызға бірлік, береке, еңбектеріңізге толағай табыстар тілеймін. Құрметті ұстаздар қауымы, тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай. Бүгінгі қуанышымыз құтты, бақытымыз баянды болсын. Кең байтақ, көз жетпейтін жерім менің, таулы орман, жасыл жайлау көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқым жетті, тәуелсіз Қазақстан елім менің. Желтоқсан бірге, келетін күнге
Babalar ölür, balalar gelir, analar verir tіршілік. Güllenir dala, türlenir kala, otaqqa жаңа bir шығып. Тарихы бар дастанында ерліктің, дәстүр бар үлгісінде елдіктің. Қазақстан алтын бесік отаның, ұлы ордасы татулық пен теңдіктің. Бас аяғы 29 жыл ішінде еліміз ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктер биігінен көрінді. Тәуелсіздіктің төл қаласы Астана сарыарқа кіндігінен бой көтерді. Туымыз көкке желбіреді, әнұранымыз шарықтады, ел таңбамыз күн көзіне шағылысты. Осы 29 жыл ішінде елбасымыздың сындарлы саясатының арқасында тың идеялар игеріліп, жобалар жасалды. Елордамызда бой көтерген құрылыс нысандары, биік мұнаралар, зәулім сарайлар мен сәулет өнерінің тамаша туындылары осының дәлелі. Ал енді тарих толқынына ой жүгіртсек, Мәлік Шамсулиннің орындауында Бөрисанның күйі желтоқсан. 21 ғасыр ораториясын оқитын Тәңірбергенова Фарида. Қазақ халқы өзінің ұлттық намысын, бостандығын қорғау жолында аса елеулі 3 оқиғаны бастан өткізді. Оның біріншісі 12 ғасырдағы Шыңғысхан түбендерге тойтарыс берген Отырар қаһармандығы. Рас, бұл шайқаста Шыңғысхан әскерлері жеңді. Отырарды қорғаған жанкешті батырлар өздері түгел опат болғанмен, ұлтымыздың қайсар рухын күллі әлемге әйгілі етті. Екіншісі 18 ғасырдың орта шеніндегі жоңғар шапқыншылығына қарсы ұлы жойқын күресіміз. Бүгінгі дәуірдегі биік белесіміз өршіл, қайсар мінезімен өзіне байтақ әлемнің назарын бұрған 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан көтерілісі. Халқымыздың асқақ рухы бұл жолы жас қауымның бұлқынысы, тәуелсіздікті аңсаған талабы арқылы көрініс тапты. 1986 жылдың 17-19 желтоқсан күндеріндегі оқиғалардың өзінің қатаңдығымен өзге оқиғалардан мүлде оқшау әрі өзгеше еді. Аса қатыгез қанқұйлы оқиға нәтижесінде 8500 адам заңсыз ұсталды. 1722 адам жарақаттанды. Ербол Спатаев, Ләззат Асанова, Қайрат Рысқұлбеков, Сабира Мұхамеджанова секілді жастар мерт болды. Бұл оқиға туралы Түркия, Жапония, Испания, Франция, Алмания, Швеция баспасөздері, радио, теледидар құралдары арқылы әлемге хабарлар таратты. Баспасөз беттерінде түрлі деңгейдегі жиындарда осы қанды оқиғалар туралы ата жұртымыздың адал да алғыр азаматтары Жұбан Молдағалиев, Олжас Сүлейменов, Мұхтар Шаханов, Хасен Оралтай, Сафуан Шаймерден, Сағат Әшімбай, Асқар Сүлейменов ашу ызамен ақиқатты ашық айтты.
ерекше боп ел жадында қалған күн, жасай берсін ұлы күн, үміті боп елімнің, желбіресін көк туы, нағыз көркі жердің. Тәуелсіздік, ащы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн. Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 29 жыл. 29 жыл ішінде Қазақстан етек жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. 1991 жыл 16 желтоқсанда егемендігін алған еліміздің өз ұлты мен ұлысы, салты мен дәстүрі, мәдениеті мен экономикасы болды. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған жастардың жалынды рухы мен ерліктерінің арқасында шаңырағы биік, керегесі кең мемлекет болып қалыптастық. Өнерпаздар жарысып сан саналы, жиын десе, той десе жан салады, бүгінгі мерекенің құрметіне әуелеген әсем ән жолданады. Қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп, шымырлап қана денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Көк тудың желбірегені, елдіктің асқақ өлеңі, жан жаққа тартпай қазағым, жинал дегені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Желбірегені, бақыттың ел жүрегені, қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.
тігілді халқымның бүгін бағына. Жас өрендер желбіретіп нығыста, ғасырларға жалғастырып елдікті, дақ түсірме ата-баба рухына. Үлгі бізге аталардың ерлігі, ұлақ аты өнегесі еңбегі, тәуелсіздік туын ұстап жоғары, бүгінгі ұрпақ болар елдің ертеңі. Тәуелсіздік баға жетпес байлығымыз. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын. Қазақстан мәңгі жасасын.